функцияның анықталу облысын табуға қатысты есепті бірге шығарайық. Кеттік. Видеоның соңына дейін қара. Берілген функцияның анықталу облысын табу керек. Анықталу облысын табу дегеніміз ол x-тің қабылдай алатын мәндерін табу. Яғни бұл жерде түбір болғандықтан түбірден теріс сан шықпайды. Яғни біз түбір астында өрнекті 2-ның x дәрежесі азайтылған 3-дің x дәрежесін үлкеніне тең 0-ден деп аламыз. Сонда біз 2-ның x дәрежесі үлкеніне тең, минус 3-тің x дәрежесін оң жаққа көшіріп жібереміз, 3-тің x дәрежесі болады. Енді теңістіктің екі жағында 3-тің x дәрежесіне бөліп жіберейік. Сонда сол жағында 2-ның x дәрежесі бөлінген 3-тің x дәрежесі болады да, үлкеніне тең, оң жағында 3-тің x дәрежесі бөлу 3-тің x дәрежесі 1 болып кетеді. Енді сол жағын 3-тен 2-ның x дәрежесі деп жаза аламыз. Үлкеніне тең 1-ді біз 3-тен 2-ның 0 дәрежесі деп аламыз. Өйткені кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Енді негіздері бірдей болды, дәрежелеріне біз теңестіреміз. Яғни бұл жерде x үлкеніне тең 0, бірақ бізде негізіміз 0 мен 1-дің арасында болғандықтан біз x кішіне тең 0 дейміз, яғни теңістік таңбасы өзгереді. X кішіне тең 0, яғни біз сол жаққа қарай штрихтаймыз. Сонда есептің жауабы, яғни берілген функцияның анықталу облысы минус жетістіктен 0-ге дейін болады екен. ұбт-дан 40+ балл алғың келсе, парақшама тіркелуді ұмытпа.